Toons Entertainment. Exodus. Ben, saat 8 болып қалды балам. Төсегіңе жаттың ба? Жарайды, апа. Төсегім деймін. Олай емес екені белгілі болды. Қазір сазайыңды тарттырам балақай. Бірақ апа, мына суретті аяқтауым керек қой. Бұл патша. Өте әдемі екен. Ал төменгі жағындағы кім? Шатын бірдеңе ғой. Қағазда тұрған себебі екеуі дос. Білесің бе сен менің ұшатын нәрсемді? Дәл қазір төсегіңе ұшып барасың. Суретіңді ертең аяқтайсың. Мына бөлмені тазалаған соң. Демек, мына жыртқышты тамақтандыруың керек. Жарықты сөндірем балақай. Сені жақсы көрем. Мен де сізді жақсы көрем. Қайырлы түн балам. Movie House Entertainment ұсынады. Exodus фильм тобы. Toons Entertainment Production. Бояулы қала қаһарманы. Мен қайдамын? Мұнда қалай тап болдым? Қараңғы жер екен. Қорқатын ештеңе жоқ шығар деп үміттенемін. Өзімнің жақындарым ғой. Осы маңда болуы керек. Таңертең бен ойнатып уақытқа дейін қайтып келуге тиіспіз. Жүріңдер, оған дейін шаруамызды бітірейік. Қане, ай жарығында жетіп алайық. Шуламаңдар деймін, бұзықтар. Баланы оятасыңдар ғой. Бүгін Беннің менімен не бояған білесің бе? Жасыл ит. Әдетте менімен шөп пен жапырақтарды ғана бояйтын. Мұның семіз күшік қой. Бен өткен аптада менімен пілді бояған. Көк пілді. Баланың шығармайтыны жоқ. Түнде мен не бояған білсеңдер ғой. Түн ішінде бұлай ренжуге болмайды. Тағы айтарым бар. Ол сызықтардың ішін боямай. Суреттегі түсінің шетке жайылып кетпеуін сұрасам не болады? Айтшы, 6 жастағы бала сияқты бояйды. Ол шынымен 6 жаста. Мен онсыз да шетте тұрамын. Хей! Мұнда маған көмектесетін кім бар екен? Зем, ол жерде неғып отырсың? Ал өздерің төменде не істеп тұрсыңдар? Бен оны ұйықтарында сол жерге лақтырған ғой. Хей! Қақпағыңды айналдырма. Қызыл, қане, секіре бер. Көп күттім ғой. Төбеде күні бойы отырдым. Қайта бұған қуануың керек еді. Мысалы, мен құлатып алар едім. Тарғыш қоңыр. Сәлем. Көкшілтіс. Мен мұндамын. Қалайша көрмей қалды. Дәл жанында тұрдым ғой. Тарғыш. Шырын. Ақ. Көрдіңіз бе қоңыр? Бен бүгін мені ұстап алды.
ұстап ала жаздат деуің керек. Айтсы де, Gördüm ak. Bilesin be, ben жуырда мерекелік құттықтау қағазын жасайды. Қарды немен бояйды деп ойлайсың? мен, мәсіған, рахмет, қоңыр. Әр алуан төс. Мені ұмыт кеттіңіз. Қою қоңыр. Ай, бұның не? Ярайды енді кім қалды екен? Сара! 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 Бір бұрышта тығылып жатқан шығар. Қорқақ қой, білесіз. Жетіп те қалдым. Тек бірер қадам. Қазір. Кешірім өтінем, мен. Көмектесіңдер! Не болды? Тыныш. Баланы оятасың. Түрің өрт сөндіргенде ғой. Төсектің астында құбыжық жатыр. Мені ұстап ала жаздады. Құбыжық? Жылдың осы уақытында ма? Бәрімізді жұтып тынатын шығар. Шұлықтан тігілген маймыл? Ақымақ басым. Қорқатын жөнің бар, Сара. Ескі киімнен тігілген ойыншыққа сенудің керек жоқ. Жымиысына қараш, қолы жастырып тұрғандай. О, уақыт болды. Достар, тезірек барайық. Тұра тұрыңдар, жас бояулар. Әйтеуір қашан көрсем асығып бара жатқандарың. Менің кезінде қорапта бордың төртеуі тұратын. Ол уақытта сәнді балауыздар жоқ. Қазір өзімізді батпақтан жасалғандай сезінемін. Тездетейік жігіттер. Еңсеңді түсіре берме, Сары. Қорқпайтын кім бар дейсің? Сен барсың. Жүр енді, көңіліңді көтерейін. Аздаған қызық бар. Жоқ, оның қызық ештеңесі де жоқ. Сен бара бер. Өзің бар. Расмен бе? Мен неге бәрінен қорқай беремін? Сен расымен құбыжыққа ұқсайсың. Қорқатындай себебім де бар. Бірдеңені басып кетпейін. Бұл жай. Қарагөк, ашық жасау. Тыңдап тұрмыз. Шүкіргелік, газ күштеген. Меніге емес. Байқасаң Шүкөк, ben de oyata жаздадың ғой. Кінәлімін. Уақыт тығыз тездетуге тиіспіз. Жаса. Тоқтаңдар. Сарыны көргендерің бар ма? Күте тұрыңдар. Келдім. Қоңыр. Көк. Қызыл. Кім бар? Мен осындамын, достар. Қасымда суреттер мен динозавр бар. Қап. Тереңірек тыныста, қауіпсіз жерге бар.
рахмет құбыжық. Құбыжық? Жақсылық бара, біз құбыжық емеспіз. Беннің қиялының бөлшегіміз. Нобайымыз, әдемі нобайымыз. Ке, әдемі. Мынаның екі басы бар. Иә, екі бас. Өйтсе бақты болар едік. Мен оның қанаттымын. Қанаттым болғандықтан солай шығар. Атым Маса. Сен масасың ба? Маса емес, аса. Ұшатын тәртемін. Иә. Және оның жандасымын. Ал ол кім? Бұл не өзі? Куруру! Сіздің Керос Куроның ханзадасымен таныстыруға рұқсат еттіңіз. Түсті қоғамдық басшысы, сән салтанаттың қожасы, жан дегенде жалғыз патша, мәртебелі патша, жимай шатпақ патшасы. Сендерге менен не керек? Түсінікті ғой, сен бояусың, ал біз нобаймыз. Менің не істеуім керек, сурет салып берем бе? Өтінен бізді сәл бояп жіберші, нақшымызға келтіріп көрерсің. Не? Жалғыз өзім бе? Мен бейтаныс жандарды боямаушым. Оның үстіне ұшымда мұқалып кетті. Қалған достарың қайда? Бізді алуан түспен бояса ғой. Олар кетіп қалған. Көрдіңдер ме? Кетіп қалған ба? Қайда? Түсті қаланың құпия есігіне. Біз сонда тұрамыз. Барлық бояулар ба? Құпия есік. Сіздікі жөн қожайын, мұнау құпия есік сияқты. Ол құпия есік емес. Қалай болғанда да түсті қалада тек бояулар тұрады. Мүмкін есікті қағу керек шығар. Бұл есіктің қоңырауы ғой. Демек осы жерде. Бірақ ол түсті қалаға апаратын жол емес. Оны тыңдамаңыз, қожайын. Бізді алдаған түрі ғой. Әлде мынау мекен? Мәссаған. Мені бұл жерден шығарып алыңдар. Мұнда қалып кетейік, сондай қорқыныш істеген. Рахмет, түссіз патшам. Ей, сары бикеш қайда кетті? Келдім. Түсті қала. Жеттім ау. Сары, қайда болдың? Алаңдап қалдық қой. Ойыма түрлі нәрселер келді. Шошынғаннан ғой. Қоңыр сені іздеу керектігін айтқан. Әлгі іздеу тобын құрамыз деп айтқан. Сұмдық болды. Маған біреулер тап берді. Сонда үлкен алып, таудай алып. Резеңке үйрекпе. Шұлықтан тігілген маймыл ма? Үрей толқындары. Иә, дәл солай. Жалғыз қалып қойғандықтан қорыққанмын ғой. Әйтеуір бұл жолы құбыжық емес екен. Ұшыңа не болған? Әбден желіп кетіпті ғой. Қане тездетіп, спа салонына барайық. Табылған ақыл көк. Әр сәтте жаңарып шыға келесің, рас айтамын. Бізде кездесу бар ма еді? Мен
Менің қымбатты сарым, саған не болған? Нәп-нәзік гүлім ау. Басымнан әлде бір оқиғалар. Тосын сый. Ол Беннің бөлмесінде қалып қойыпты. Сондай сылбырмын. Жалғыз қалып қойдың ба? Арандап қалсаң қайтесің? Біреулер жеп кетсе. Немесе сынып қалсаң ше. Сынған жоқсың ба? Сынған ба? Ол жағын білмедім, бірақ енді ол... Ай, төбеңе қарашы. Желініп, ұсқынсыз боп қалыпты. Жүр, қазір-ақ бәрін тұрстаймыз. Жарай ма? Жағажайда кездескенше. Эй, асықпаңдар. Саған спаның керегі жоқ. Күлгін ханым, бүгін менде қолданылдым ғой. Нені боядың? Мау, Бен мені алдады. Иә? Бір парақ қағазды бояды. Ақ қағазды ма? Не? Жоқ. Иә. Бұлтты бояды. Бұлтты ма? Жоқ, иә. Жемісті бояды. Ақ жемісті ме? Жоқ. Иә. Сосын алманы, бананды және апельсинді. Не дедің? Бұл қашанғы қайталана бермекші. Сенің әлі қолданылмағаныңды білемін ғой. Өтінем, мен спаға кіріп көрген емеспін. Бір күні кіресің, бірақ бүгін емес. Ол күнде келер деп үміттенем. Қазір ешкім бояуға сенбейді. Әзілің болар. Бұл біздің кәсібіміз ғой. Бір күні пайдам тиерін білем. Солай болуға тиес. Сәлем. Шұлықтан тігілген маймыл деген не тағы? Ол не? Айтшы. Ол кәдімгі маймыл сияқты. Тек шұлықтан тігілген. Шылықтан ба? Жоқ. Білем, тыныштал. Менің бар тілегім көк сияқты керемет болсам, немесе қызыл сияқты күшті, және жасыл сияқты құпты болсам ғой. Олар Шимай Шатпақ патшасының сазайын берер еді. Қандай патша? Не дедің? Ештеңе. Қымбаттым, әркімнің өз ерекшелігі бар. Әрқайсымыздың өз түсіміз бар. Тек әр алуан түсі онда емес. Кемпір қосақтың әнін айтам. Иә, одан басқаларымыз. Сары болу жақсы ғой. Солай ма? Кім білсін? Сары. Тық-тық, жағажайдағы кеш. Есімнен шығып кетті ғой. Жағажайда достарыммен кездесемін. Сау бол. Сәлем. Сәлем, Сары. Менің шалғынымды баспа! Ханым дұрыс айтар. Мүмкін ерекше шығармын. Қалаған нәрсеме қол жеткізе аламын. Кішкентай қоңыраудың үнімен жүріп келем, әр қадам жүрген сайын сыңғырлап күліп келем. Қаланың көшелері сыңғырға толып кетті, әдемі әуенменен өмірді сүріп келем. Әр көшеде қоңырау үніменен сезімге толы ерекше күйдемін. Аспанға қарасам күн нұрын шашып тұр, күнімен ән салсам түнімен билеймін. Үнімен шырқатып ән салам, сыңғырлы сазды үнім бұл қандай. Әр ырғақ әр сыңғыртап менің жүрегім, қоңыраулар ән салып тұрғанда. Кішкентай қоңырау, кішкентай өнерпаз, саңғырлы сазды әуен жүрекке бойласа. Сезімді, көңілді, өмірді жырлатып, құлақта әсем ән сыңғырлап ойнаса. Өмірдің сан түрлі түстерін жырласын, бар арман көңілді түске еніп. Қоңырау үнімен үміті оянсын, алдағы арманға еніп. Сыңғырла, қоңырау, әсем саз әлемін айналып
ешқашан талмасын, ешқашан. Сыңғырға қоңырау, сыңғырға қоңырау, сыңғырға қоңырау. Жүрегім ешқашан, ешқашан талмасын. Мәссаған, мынау сол ғой. Қара жидек сусын ішесің бе? Рахмет, қымбаттым. Дәрігер осыны іштеген. Сәлем, кешпеген шығармын деп үміттедім. Сары қазір келіп қалар. Білесің бе, Жасыл, мен Сары үшін алаңдай бастадым. Көзіне қожықтар елестей береді. Я, төбесі сақымданбаған болса, жарар еді. Бәрімізді есімізден адастыратын шығар. Құрыдық! Құрған нес? Ана жаққа қараңдар! Үлкен құбыжық екен. Сарын ұрлап кеткелі жатыр. Қарап тұрмаңдаршы. Шыңғырын ары бер жүгіргенім. Есептелеме. Солай шығар. Тоқтаңдар! Осы қаланың әкімі ретінде өз игіліктерің үшін былай деп бұйырамын. Барлықтарын құбыжықтарға қатысты кез келген әрекетті тез арада тоқтатыңдар. Түсіндіңдер ме? Тезірек. Тоқтар оны! Алға! Мен де барам, тоқта, тоқта. Тыныштық боламыз әбден жалықтым. Сары! Неге бұйрық бермейсіз? Тезірек сәрін бастақ! Одан көр жатып қалмаңдар. Жоспарына көшу керек сияқты ғой. Тоқта, жібер оны. Сары! 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 Мына жаққа. Жібер. Түсірмеді. Түсір. Түсір мені, түсір. Жібер мені. Түсір. Жіберме. 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 Биіктен қорқасың ба? Биіктіктен, тобырдан, микробтардан, қараңғыдан, Жарайды. шаңсорғыштан, мысықтан, қоңыздан, шылықтан тігілген маймылдан, Түсінген сияқтымын. және ағаштан. Ағаштан? Ағаштан қорқасың ба? Олардың тікенекті бұталары бар. Одан да жаман қой. Я. Керемет, өте күлкілі екен. Осылары дегенім айрапқан ғой. Көмектесіңдер! Құдайдар, бара жатырмын, Сара. Сұмдығы ұшып келе жатқан не екенін түсінбедім. Таңдалғаным рас. Ұстаймын. Ұстадым. Бұлай деп кім ойнаған? Қоңыр, сізде бәрі дұрыс па? Жүрегім ауратты сияқты. Тезірек емханаға барайық. Қымбатына барамыз. Енді не істейміз, мәртебелім, түссіз патша? Түсіндім, бояулардың қайдар көзі тұрғанда,
Бұлай басқа тұрудың керегі не? Көк, қоңыр екең бүгін мені құтқарып қалдыңдар. Қойшы, ұялтып жібердің ғой. Ұялған кезде сия көк түске енем. Бізге ұқсасаң не болыпты? Көрдіңдер ме? Құбышықтың даусы. Ал сары болса, бәріміз да дедік. Қатты қорықтық. Жарайды, ол кетті ғой, қиындық артта қалды. Әттең ай олай емес ау. Қараңдаршы. Бұл не сонда? Бұл тек бастамасы сияқты ғой. Жарай, тынышталыңдар жастар. Жағдайды жақсартуға барынша тырысамыз. Түсті техника университетінің өкілі профессор келе отырып мырза осында баяндамасын тыңдайық. Профессор? Кезегімге қалды ма? Бәрін тәпіштеп баяндап, жақсылап түсіндіруге тырысамын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты жастар? Екран қосылып, суреттерім көрінгенше дайынмын дей алмаймын. Суреттердің көмегімен түсіндіруім керек. Дәл осылай көзөнегімді ішіп кетті ғой. Жарайды, қане. Рұқсат болса бастайық. Жарықты қосуларыңызды өтінем. Көп рахмет. Бірінші суретті көрсетіңіздер өтінем. Бұл бірінші сурет. Рахмет, қане бастаймыз. Мынау әлгі яғни мұнда кемпір қосақ бейнеленген. Ол сарқырамамен төменге түсіп, көлмен жанасады, біздің қаламызды әр алуан түске бөліп тұрады. Түрлі түсті бақты күндеріміз көп болсын. Екінші суретке көшейік. Қазір түсіндіремін. Рахмет. Мұнда сарқыраманы көріп отырсыздар. Оның көлге түскен суреті екінші кемпір қосаққа ұқсайды. Көл бізге түстерді береді, соның арқасында қара бояу, қарындаш сияқты басқа бояуларымыздан ерекшеленіп жүреміз. Ал егер бірдей болсақ, не болар еді? Жарайды. Келесі сурет өтінемін. Мен мұнда жағажайға кетіп бара жатырмын. Өткен демалысымды тамашап өтті дей алам. Өзіме ұнады. Ал әсем көрініс бәріңізге ұнаған шығар деп үміттенемін. Бұдан кейін тіпті ойымда бөлініп кетті ғой. Келесі суретті көрейік қана. Бастайық. Мына жерде аздап байсалдылық танытуымызға тура келеді. Бұдан менің қағидаларымды айқын көре аласыздар. Лимпедес нон карбоном дум ест. Қайталап жіберіңізші, профессор. Қарапайым тілмен айтсаңыз. Неге бір айтқаннан түсінбейсіздер? Жарайды, тағы айтайын. Құбыжықтың кемпір қосақпен сарқыраманың ортасында тұрғанын ескерсек, әргі жағын түсіну мүлде қиын емес. Бұл түстер жойылады деген сөз. Мөп-мөлдір кейіпке енеміз. Мөп-мөлдір? Сонда мен түсімнен айырылам ба? Сіз ғана емес, бар айырылады. Ал егер түсімізден айырылсақ, тіршілігімізде жойылып кетеді. Сұрақтарыңыз бар ма? Достар, шындықтың есіне жасырайын, ескексіз қайықтың күйін кешіп отырғанымыз ол Мен айтайын, түсті борлар еш уақытта қайықпен саяхаттап көрген емес. Жоқ, қызыл бәрінің онсызда жүйкесі жұқарып отырғанын ұмытпа. Жасыл, сағат қанша болды? Дәлме-дәл айтқанда, Бен оянғанша 5 сағат 58 минут 27 секунд уақытымыз бар. Жарайды, бізге асығыспен жоғары қарай жүзіп қаламызды түстерінен арылтқысы келетін құбыжықпен күресетін жандар керек. Кім бірінші шығар екен? Мен? Жарайсың, саған сенуге боларын білгем. Тағы кім бар? Әркімнің бір-ақ түсі бар. Пайдасыз болудан жалықтым. Осы мүмкіндікті пайдаланам. Түбінде алыс сапарда опат болатынымызды білгенмін. Біз барамыз. Жақсы. Осында тағы бір батыл бояу бар ма екен? Жасыл? Жарайсың, жасыл батыр. Уақытты қадағалап заттарға бас көз болатын біреу керек қой.
ешқандай құбыжық менің түсімді ұрлай алмайды. Мен де барамын. Зем, бұл бір керемет сапар болмақ. Тобымыз құралған сияқты. Тағы бір бояу болса ғой. Бізде бір орын қалды. Ол орын бос болмайды. Менің заттарым бар. Жақсы болды ғой. Қане, қожайын жетейін деп қалдық. Мәссаған. Кені деді, маған наптыр. Оның айтқан рас болып шықты екен. Сіз дайын болсаңыз, мен де дайын нәтте бері. Сіз жоқ патшам. Белгі берсеңіз, секіріп кетеміз. Бұл керемет болды. Міне бояларды түрлі түске боялдық. Осы же оңай болады деп ойламадым. Я, керемет болды. Я. Мәссігі барақ кетті. Дайдық, білінем. Бояуға секіргенмен бояла қалмайсың. Біздей суреттерде тек борлар бояй алады. Осы да бәрі түстікті ғой. Біз күрделі сызықтардан әдемі. Не болды? Не көрдіңіз? Не болып қалды? Түсінген тәріздімін. Шимайжаттан патшасы сарқыраманы деп жасасақ, бояулар оны ашу үшін осында келеді. Сөйтіп оларға өзімізді боятып аламыз. Жолға дайынбыз, Басеке. Кемеміз осы ма? Жасыл дайындалып келгенге қуаныштымын. Дайын болғанда қандай, Басеке? Капучино әзірлейтін машинам? Қояндары бейнеленген аяқ киімім? Сәлем, сендер ештеңе алмадыңдар ма? Жолға зат керек бе? Сен бірдеңе алдың ба? Тек керемет көңіл күйімді алдым. Достар, қорқпаңдар. Менде бәрі бар. Ең болмаса таза іш киім алған шығарсыңдар. Әрине, 6 бар. Апаттағы жағдайлар үшін тағы 2 бар. Бәріне сәлем. Сара, сен де келдің бе? Керемет! Бізден барасың ба? Жоқ, мен бармаймын. Тек сендерге қажет заттарды әкелдім. Қолымнан келген осы. Жарайсың, қобыланама шатыр, қолшам. Қорқынышты жерлердің сызбасы. Бұл қандай сызба тағы да? Қажетті сызба. Әлдегімдердің көңіл күйіне қатысты тым қарабайыр нәрсе. Әрине солай деп ойлаймын. Сендер жолға шықпай тұрғанда айтайын. Бұрын соңды бояулар барып көрмеген жерге барасыңдар. Мен де барар едім, алайда денсаулығым жарамайды. Сендерге сәттілік тілеп, кешікпеулеріңді өтінемін. Өйткені бен оянғанша келмесеңдер, бір жола ғайып боласыңдар. Бен де, бояулар да, басқасы да мәңгілікке жоғалып кетеді. Индиана, бірде жолым түсіп семинарға барғам. Баспасөз орталықтары керемет. Сонымен бірге әртүрлі түсті бар. О, жоқ, сызба. Кетейік. Ол өте әдемі. Мінекей көк, мұнан ал. О, рахмет, Сара. Бұл сызбада не бар? Көк, теріс таптырсың ғой. Қазір өзім көрсетемін. О, мынау ғажап қой. Байқауымша өте сапалы арқан сияқты. Арқандардың сапасына ерекше көңіл бөлу керек және баулардың, банжилердің, әйтеуір кез келген заттың сапасына көңіл бөлген дұрыс қой негізі.
Не? Мен жүріңдер деп айтқан жоқпын ғой, бірақ жүріңдер. Жүріңдер, тоқтаңдар. Менің ешқайда бармауым керек. Олар неткен батыл ет. Батыл. Әрі тас жолдағы көліктен де ұшқыр. Сары! Керемет! Сенің де баратыныңа қуаныштымын. Негізі, ондай ойымда болмаған. Уайымдама. Өте көңілді болады. Тамаша, солай емес пе? Не дейді? Біздің ішіміз мұқалып өзімізді жұқарып кетеміз. Тіпті сынуымыз да мүмкін. Сынамыз ба? Мәссаған. Соншалық жаман емес. Қолымнан келеді. Бір жағынан тынығып таламыз. Солай ғой. Дайындығым керемет, қызықты сапар күтетін. Батылмыз ғой мына біз, қатерге бас тігетін. Керемет, тап-таза тазды ауа. Кеме баяу сырғып келеді. Артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға. Сұмдық. Суда жүре алмайды екенсің. Кешірім өтінем. Теңіз суы көңілдендіріп жіберді. Каналға жүріңдер, күресер кез келді. Бір алып шықты да, ұрпақша безденді. Мен жасылман теңдесі жоқ, жырқап ән салам. Өзен бойын жайқалатын, жасыл құраппен болам. Каналға жүріңдер. Көк түс болам өте суық. Ешбір асып таспаймын. Бұл күресте батыл болам. Ешқашан да Каналға жүріңдер, күресер кез келді. Бір алып шықты да, ұрпақша безденді. Мен ақ болам, әппақ болам. Жүруші едім көңілді. Енді қалай көңілденем? Құтқарайық өмір. Каналға жүріңдер. Ақ бауырым, қателестің. Тыңда қара ағаңды. Шырқалмайды бұлай көпке. Жеңіліс бізді ала. Каналға жүріңдер, күресер кез келді. Бір алып шықты да, ұрпақша безденді. Не дейсің қара? Жеңілмейміз, бөліспейге жіберілмейміз. Қызыл деген атым барда басқаларға көнбейміз. Үрейленіп, қорқып келем. Мен сарымын, қайта айтпаймын. Бір қауіпті сезіп тұрмын. Бұл ойымнан қайтпаймын. Бұл ойымнан қайтпаймын. Каналға жүріңдер, күресер кез келді. Бір алып шықты да, ұрпақша безденді. Каналға жүріңдер, күресер кез келді. Бір алып шықты да, ұрпақша безденді. Ұрпақша безденді. Ұрпақша безденді. Күресер кез келді. Жағдайды түсіндіріп келіп тұр. Бірақ әзірге тек бақылап тұрғаным дұрыс шығар. Бұл жақсы емес. Мүлде жақсы емес. Сіздерге де көрсетерім. Алайда көзімнің алмасы мына құрылғыға жабысып қалған сияқты. Иә, сондықтан Бұл нені білдіреді? Көзім жабысып қалды дейді. сіздер... Ой, серіға мен күлгін ханым, сіздерге көп рахмет. Не болса да, мен бұдан қатты ауырады деп ойлағанмын. Көзімнің алмасы кейде осылай құрылғыларға жабысып қалады.
Сондайда көзімнен айырылып, әлде мына құрылғыны құртам ба деп ойлаймын. Шынымен де осындай ойлар. Көмектескенімізге қуаныштымын. Осыдан қорқып едім. Әлгі алып кемпір қосақты жауып қалыпты. Міне, сіз де көріңіз. Енді не болар екен? Сұмдық-ай. Бұлай жалғаса берсе көп ұзамай мәңгіге жойыламыз. Мәңгіге. Меніңше сіз жойылып та бара жатқан секілдісіз. Сен де әдеттегідей күлгін сөйле шашып тұрған жоқсың. Негізі бұлай болмау керек еді, бірақ маған батырларымыздың әрқайсысы қос-қостан көрініп тұр. Қайда бұрыламыз? Көрейін. Дәл қазір бір шешімге келу керек. Алда қауіп бар екенін көрсетіп тұр. Жоқ, жетті қалдық. Сол емес пе? Солға? Оңға ма? Солға деді ғой. Дұрыс деген сөз. Солға жүр. Солға ма? Шынымен бе? Сол емес пе? Оңға ма әлде дұрыс деген сөз бе? Дұрыс. Тездет енді. Солға. Жарайды, солға бұрам. Мәссаған. Сол емес. Жақсы. Біз қайдамыз? Сызбаға қарағанда тар шатқалдарға қарай жүзіп бара жатырмыз. Жоқ, атай көрмеңдер. Мықтап отырыңдар. Енді не істейміз? Дайындық мектептерінің бәрінен өттік емес пе? Жағалау жерінен ешқайда шықпауымыз керек. Көк, жүргізу тетігін Жасылға бер. Оған ба? Оның шетке шығып кетпейтін әдеті бар. Мәссаған. Сызықтардың бәрі қосылып кеткендей. Өте алмаспыз. Құдық. Аман қалдық. Еш жерім білінбепті. Сен бәрін өзгерттің. Жанымызды сақтап қалдың. Шынымды айтсам, мынаны түсіндім. Кейде сызықтардың сыртын бояу керек сияқты. Жарайсың, Жасыл. Иә, рахмет. Бірақ бәрін жалғыз тындырған жоқпын ғой. Бұл сарының ойлап тапқаны. Әрине. Өзің тапқыр екенсің. Жасыл, күннен қорғайтын креміңді ұмытып кеттің ау деймін. Не? Күнге күйіп кетіпсің. Шынымен бе? Иә, менде бұлай болмаған еді. Сен де күйіпсің, қызыл. Не? Мен сұры болып қалатын шығармын. Мәссаған. Не болды? Бұл күнге күйден емес. Біз жоғала бастадық. Бұдан тек бір нәрсені түсінуге болады. Түсіміз болса қандай болар екенбіз, қожайын? Маған теңбіл түстерін айт. Үстім тор-тор болса ғой. Егер тор-тор болсам, Луи мен қыдырар еді. Қыздарға бір-бірімен қисып жататын сызықтарын айды. Сызығың көбірек болса, артымдырақ. Не болды? Сіздерді біліп, қазір бар, үдеп тастайсың. Мына бір түкке тұрғысыз тұманнан қорқайтын шығарсың. Тұманның ішінде бәрі болуы мүмкін. Теңбіл, қорқынышты, ұсқынсыз, жабысқақ құбыжықтар. Жабысқақ. Мен жол көрсетем. Жүріңдер, достар. Бұл қандай жер? Түнеріп тұрғанын қарашы. Қара, бір сергіп қалған шығар. Немі батыл екеніңді көрем, Көк. Мұның сыры неде? Құпияңды айтшы. Құпиям жоқ. Сен ешқашан қорықпайсың ғой. Сеніңше солай.
Ал қазір қорқып келе жатырмын. Рас па? Бірақ байқатпайды екенсің. Мүмкін құпиям сол шығар. Әртүрлі құбыжықтар, сары, дұрыс айтыпты. Дене шоқ нәрсең дауысынан еріп жоғалатынды білетінмін. Мен тұман құбыжықтарынан қорқпаймын. Қорқпаймын. Қара шық! Шық бар! Жаның барында шық қане! Бұл маған ұнап тұрған жоқ. Көк тағда шылығын ауыстыруды ұмытқан болар. Мұнда бір шикілік бар дегенім ғой. Біреуіміз баруымыз керек. Не? Жау шебіне ме? Мен барам. Жоқ. Ақ баруға тиіс. Жалғыз өзі. Мен бе, бірақ неге мен? Түріңе қараш. Көзге де түсе қоймайсың. Сол үшін сен барасың. Мұның қиын екенін білем. Шын сөзім білем. Әйтсе де сен бізге керексің. Сендерге керекпін бе? Солай ма? Ғажап, сендерге керек екенмін. Менің жұлдызды сәтім туды. Кеттім мен. Қалай, кереметтің бе? Қатырдың бәлем. Ал менше, тағы көрсетейін бе? Жоқ, маған оларды қорқытқаның ұнады. Зәрелер ұшқан шығар, сөзден бәрі қорқады. Сиыр, сенің үніңнен әлде бір қайғы мұң мен ащы сезілгендей болды. Рас айтам. Сендер құбыжық емессіңдер. Не? Достар, бұлар айлы екен. Жоқ. Біз шынымен құбыжықпыз. Мен айдарғармын. Қорқынышты қаһарлы, өте қорқынышты. Ақырын. Қорқытқандарың осы ма? Бар болғаны сиыр екенсің ғой. Есі ауысқан сиыр. Сен! Ақ, ер жүректік таныттың. Қоңырдың сөзімен айтқанда, солай ма, ханым, онда тұрған ештеңе жоқ. Жарай жетер еді. Сендер кімсіңдер? Біз аяқталмаған суреттерміз. Аяқталмаған, түкке жарамайтын суреттерміз. Бәннің бөлмесіндегі қабырғаға немесе тоңазытқышқа ілінбейтін суреттер. Біразымыздың атымызда жоқ. Мен үйрекпін, мынау сиыр. Бәрі мені Бамблби деп атайды. Ғарышкер. Жылқы, мынау жарыс көлігі. Керемет, солай емес пе? Менің атым Рики. Неге олай екенін білмеймін. Осында тұрасыңдар ма? Оның айтайын дегені, бізбен ешкімнің араласқысы келмейді. Әрі осында жасырынуымыз керек. Ал жасырынбасақ, ол бізді тауып алады. Содан кейін... Ол деген кім? Үлкен қалды қой. Аяқталмаған суреттерді жеп қоятын қорқынышты құбыжық. Суреттерді жей ме? Стендер, қанаттар, аспаздың кішкентай қалпағы. Бір күні мені жеп қарнын бір тойдыратын шығар. Оңайлықпен берілме, Бамблби. Тездетейік, достар, шайқасатын құбыжығымыз бар. Сендерге қайтарда соғатын болармыз. Бұл жерден қалай кетеміз? Біз меза өшіргішінің батысындамыз. Ол жерге жоламаңдар, өшіп қаласыңдар ғой. Глузианаға қарай жүре берсек болады. Ол жерден шығалмай қаласыңдар. Пенсильванияны кесіп өтсек қалай болар екен? Одан не пайда?
Сонымен, сенің қандай ұсынысың бар? Төте жол Уэйдсланд арқылы өтеді. Сендерді етіп апарайық. Ол шөл дала ғой. Өте алмаймыз. Ыстықтан еріп кетеміз. Ыстық? Әрине. Бірақ ол біздің үйіміз. Сендерді өткізіп жібереміз. Бірақ тез өтуіміз керек. Бұл көңілді екен. Шынымды айтсам, маған ұнады. Керемет. Келдік. Ол осында ма? Бұл резеңкелі үстірт. Мына жерден тау шыңына тез-ақ жетуге болады. Қалай екенін көрсетейін бе? Біз де сендерге көмектесе алсақ қой, достар. Меніңше қолымыздан келеді. Сонымен не айтпақсың? Достарымызды бояп қоямыз. Бояп, уақытты қыз ғой. Оның үстіне өшіп барамыз. Меніңше түстейтін түсімізде қалған жоқ. Сонымен бірге алып қобыжық пен жанындағы ұшатын нәрсені де ұмытпаңдар. Алда міндет көп екенін білем. Бірақ бұл әділдік. Суреткер бізге көмектесті. Енді бізде оларға көмектесейік. Енді? Мен бояумын. Бояу үшін жаралғанмын. Тағдырдың жазғаны осы ақ түстің кімге керек екенін мен білем. Оған қара түсте керек. Көрдің бе? Лезде аяқтадық. Мінеки, енді сен Паломинасың. Сенің аздап жалындап тұруың керек сияқты. Жасыл қауырсызсыз құстың сәні кіре ме? Ал теңбіл бояласыз. Жарыс көлігінің сәні жоқ. Қарасам, жан жағыма әлем түрленер. Көңілім іздеп жүрген ерекше түргенер. Мынау әлем сиқырлы ғажайып алда түзді. Әлем жетелер мен алға. Өмірді мынау қалаған түспен боясақ шіркін ай. Ашылған сайын әр есік алдан шуағын шашса әр күн ай. Мынау әлем сиқырлы ғажайып алда түзді. Әлем жетелер мен алға. Сиқырлы ғажайып алда түзді. Әлем жетелер мен алға. Хьюстон, бізде бәрі ойдағыдай. Керемет, өте тамаша. Ұстақ, өтіп көр. О, бұл жақсылықтарыңды қайтара алсақ қой. Дәл солай, біздің алғысымыз шексіз. Айтарын сөзбен де жеткізе алады деп ойлаймын. Өздеріне ештеңе болмай ма? Ештеңе болмайды, үйрек достым. Оларды қанығырақ түстермен бояр едік. Бірақ сәт сайын ағып бара жатырмыз. Сонымен қатар уақытты қыз. Жарайды онда, жолға шығыңдар. Мұның басқа малы жоқ па? Бұл ұшу үшін таптырмас керемет нүкте. Ақырында дәл осылай арандайтын шығармыз деп ойлағанмын. 5, 4, 3, 2, Көмектес,
келесіңдер, тезірек, тасқа қысылып қалдым. Мәссаған. Мәссаған. Бұл жақсы ма, жаман ба? Жаман? Ұшаттың нәрсе екеуі барлық бояуларды алып қойыпты. Жалпы ол не өзі? Жарғанатта немене? Екеуі де ұсқынсыз, екеуі де қыбышық. Бірақ мына қыбышық бәрінен өтіп кетеді екен. Оны қалай тоқтатамыз? Ол бізден күштірек қой. Әреуі де зұлым, ал біз онда емеспіз. Бізге бір жоспар керек. Жоспар? Табылған ақыл. Жоспар қандай? Білмеймін, жоспарлауға жоқ едім. Мүмкін бөгетті бұзбай тұрған кезінде көңілін басқа жаққа аударармыз. Ал мұны қалай істеуге болады? Енді әлдегімді жіберуімізге тура келеді. Солай ғой. Кім баратын білемін. Сары. Тап солай. Не? Тоқта, мен бе? Көк, бұған сенімдісің бе? Әрине, бұл жолы ойымызда шектеліп қалмауы тиіс. Құбыжық оның соңынан қаламызға келеді. Тағы аңдитынына көзім жетеді. Оның үстіне, саған сенем, Сары, бәлкім өз-өзіңе сенетін уақытың келген шығар. Мен де өзіме сенем. Қолымнан келеді. Қолымнан келеді. Иә. Қолымнан келмейді. Мұнда жалғыз келерде не ойлады кема? Мен ешқашан өзгермеймін. Мен сарымын. Сары уайымнан жаратылған сарымын. Осында отыра берем. Иә, осы тастың үстінде отырамды, сәлден соң барып, құбыжықты табалмағанымды айтам. Мына қарда адасып кеттім деймін. Қар? Бұл қар емес. Бұл қағаз ғой. Мәссаған! Үлкен қоқыс! Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Мәртебелі патшам, алға, артқа. Я, қашып кеткенің дұрыс болды, қоқыс динозавры. Мені құтқарып қалдың ғой. Неге өйттің? Саған айтайын дегенбіз, бізге бар болғаны түс керек. Ал онсыз біз... Аяқталмаған суретсіңдер. Маған көмектестіңдер. Енді мен сендерге көмектесем. Мінеки. Енді нағыз патша болдың. Мінекей. Рахмет. Оқасы жоқ. Бірақ біздің түсіміз жоғалайын деді. Қайтадан түрлі түсті сарқырамаға баруымыз керек. Бұған мен кінәлімін іштарлық таныттым. Зардап шектірейін деген ниетім болмаған. Бөгетті дәл қазір ашу керек. Мәртебелі малайда ондай мықты бөгетті бірдемде аша алмаймыз ғой. Достарым көмектеседі. Ал мен оған сен алмаймын. Меніңше басқа бояулар менен қорқады. Мен сөндірем. Бір түсінбестік болғанын айтам. Көресіңдер. Осы арқаның бір қажетке жарайтынын білгем. Патша жақында берген кезде арқанды шатқалға тарт тастайық. Керемет, оны ұстаймыз. Белгі, іске кіресіңдер. Белгі берілді, олар келе жатыр. Орындарға тұрыңдар, қазір қызық болады. Тыңдаңдар. Достар, бәрі ойдағыдай. Еш қорықпауларыңа болады.
Олар осы жерде болуға тиіс. Қане! Бұл тұзақ екен, мұны білген болатынмын мәртебенім. Жоқ, тоқтаңдар. Оған еріп, түсті қалаға келмеуіміз керек еді. Ұзақпа саған сендім емес пе? Мені түсіріңдер. Қане! Қолымнан келмейді мәртебені патшам. Тісім қағазға ғана өтеді. Қалмылау резекке. Өтінем, тыңдаңдаршы. Оны танисың ба? Оны түсті қалаға сен ертіп келдің бе? Олай деуге келмес. Ол қалай сөйлеп тұр? Аузының суретін сен салдың ба? Иә, бірақ ол... Кімнің жағындасың, Сары? Тоқтаңдар, тыңдаңдар. Жолымнан бұлай кет, Сары. Онсыз да бәрін бүлдірдім. Өтінем. Дұрыс түсінбедіңдер. Дұрыс айтасың. Түсінбедік. Тілім жазықты мәртебелім. Бірақ сәннен қалған ақ шалбарды киіп алыпсыз. Ақ шалбар. Әйтеуір жылы. Сұлы емес пе? Енді бұларды не істейміз? Оны білмедім. Жоспар құру қолынан келмейді. Айтып едім ғой. Кімде қандай ұсыныс бар? Оларды қағаз шашатын жарылғышпен қаруға айналдырайық. Иә, дәл солай істеуіміз керек. Басқа шара жоқ. Жақсы. Шабуылға! Мәссаған. Бұл жақсы емес мәртебелім. Тоқтаңдар! Оны жайына қалдырыңдар. Ей, Сара, бұл әзілім болар. Дағы құбыжықты жақтайын дедің бе? Оны құбыжық деп атамаңдар. Ол құбыжық емес. Ол патша. Керемет қондыңыз. Ол мені құтқарып қалды. Не? Солай ма? Ол жақсы, мейірімді патша. Оған тек бояу керек болыпты. Түсіндіруіне жол бермеппіз. Қорыққандықтан оны сынауға кірісіппіз. Мен де қорықтым. Енді қорықпаймын. Керемет. Міне, әлгі... Жақсы, бұл меніңше жаңалық. Ал біздікі өрес келдік болды. Иә, әбден ят болды. Менің кінәм бәрінен асып түседі. Мені кешіресіңдер ме? Кешіріп өттім. Бұл қуаныштың көз жасы ғой. Қуануға әлі ерте. Маңызды шаруаны ұмытып барамыз. Уақытымыз да тығыз. Бояулардың істері шығып әрі-бері жүгіріп жүр. Бәрі бітті дей беріңіз. Құрыдық. Көп замай бәрімен бір жолап қош айтсамыз. Қауіп қатер, қаш. Риясқовының көрсетуінше түсіміздің 15,6% ғана қалды. Бірте-бірте жоғала бастауымыз мүмкін. Иә. Құламаңыз, бояуларының жыры осылай бітеді деп ойламаймын. Студент көңілді жүрегім ешқашан қалмасын. Асыз айтқан сияқтымын. Қозғалар емес. Бізге көмек керек. Мұнда басқа ешкім жоқ, тек өзіміз ғана. Олай емес, қателескіш патшам. Көмектесетін біреу бар. Ол не? Атты әскер сияқты. Омыртқалылармен дүниемі жақсы араласатын мін мәртебелім. Кей, бер жүр. Жақсы. Жарайды алпамса, тартуға дайындал. Қане, достар, үшке санаймын. 1, 2, 3,
Керемет. Бояуларыңның қанықтығы қалпына келе бастады. Осынау реңкті сәтті жақсылап атап өтейік. Қолдарынан келген екен, тамаша. Иха! Ғажап. Я ханым. Аздаған қобалжу ялп қалған кезде болатын сезім мен көтеріңкі көңіл күй өте жақсы, шынымен де өте жақсы. Кездескенше! Сау болыңдар. Бізді тезірек түсті қалаға жеткізіп салсаңдар. Асығыс едік. Ол енді рас. Тұра кетіңіз, керемет, мәртебелім. Сенің де, айтпақшы, сен не едің? Қоңыз, құс, жарғанат, не болсам да түрім керемет. Және мынадай достарың бар. Маған негізі жолақтар ұнайды, бірақ қазір сенде емес. Мүмкін қыста бақ болар, білмеймін. Қалай болғанда да енді... Достар, осы қуанышымыз үшін батырларымызға рахмет айтайық. Соның ішінде Сарыға қошемет көрсетіңдер. Кішкентай Бикеш саған бере алатын марапатымыз түрлі түсті құрмет дөңгелегі. Профессор, медальді беріңіз. Не, жоқ, қазір ол қайда да, бұл мүмкін емес, мынау да менікі емес, бәрін қайдан жинап алғанды білмеймін, бұл жақсы емес, жоқ, тоқтаңдар. Таптым, мінекей. Осында екен білгенмін, астына қарай түсіп кетті ғой өзі. Сен шынымен де түсті қаланың қаһарманысың. Кешірім өтінем, достар, жиында аяқтаймыз. Беннің оянатын уақыты болды. Тездетіңіз. Сіздің үй. 3, 2. Мәссаған, мұнаны қашан? Керемет. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2017 жыл. Қарасам, жан-жағыма әлем түрленер. Көңілім іздеп жүрген ерекше түргенер.